Армысыздар қымбатты көрермендер, эфирде Атамекен бизнес арнасында сұхбат, сіздермен бірге мен Ернар Тайжан. Бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің басқарма басшысының орынбасары Айнұр Сартаева. Айнұр ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн, Ернар. Ең әуелі өзіңізге осылай уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз 270-ші формадағы декларация мәселесі жайында болмақ. Бұл тыңнан биылдан ғана қосылған декларацияны қазақстандық мемлекеттік қызметшілер оларға теңестірілгендер мен жұбайлары өздерінің кірісін, мүлкін көрсету арқылы тапсырады. Бұл биылғы жылдың басты жаңалығы. Енді декларация туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Өзіңіз жаңа айтқандай, негізі былтыр бірінші кезеңіне кірдік, жалпыға бірдей декларациялаудың. Бұл кезеңдегі былтырғы тапсырған декларация мен биылғы тапсыратын декларацияның әжептәуір ерекшелігі бар. Яғни ол нысандылығында 270.00 деген нысандағы кірістер мен мүлкі туралы декларацияны тапсырады биыл мемлекеттік қызметшілер және оларға теңестірілген, сонымен қатар олардың жұбайлары. Бұл декларациядағы көрсетілетін ақпаратта мүлде басқаша. Былтыр мысалы активтер мен міндеттемелері туралы көрсету керек болса, ақпаратты биылғы жылы 2021 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қандай табыс алғандығы жөнінде ақпаратты көрсету керек. Сонымен қатар бір жыл бойына егерде белгілі бір мүлікті сатып алған болса, мәселен пәтер немесе автокөлік сатып алған болса, сол туралы ақпарат көрсетіледі және ол мүлікті қандай ақшаға сатып алғандығы туралы, яғни қандай шығындардың есебінен алғандығы туралы міндетті түрде декларациядағы көрсетілуге жатады. Мәселен, пәтер алған болса, оның жартысы мүмкін несие болуы мүмкін, ал жартысы өзінің жинаған ақшасы болуы мүмкін. Соны ашып көрсету керек. Сонымен қатар бұл декларацияда егер де пәтерді жалға берсе, яғни мүліктік табыс алса, осыны да көрсету керек осы декларацияда. Және бұл декларацияны атап өту керек, өз тапсыру мерзімі бар бекітілген. Егер де қағаз түрінде тапсырса, онда 15-ші шілдеден кешіктірмей тапсыру керек. Ал егер электронды түрде тапсырса, онда 15-ші қыркүйектен кешіктірмей тапсыру қажет. Енді сәйкесінше сұрақ, тапсырмаған жандарға қандай да бір жауапкершілік қарастырылған ба? Әрине, бұл міндетті түрде жауапкершілік қарастырылған. Бұл жерде негізі әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің баптары бар. Тиісті, егер де мысалы тиісті мерзімдегі тапсырмаса, яғни кешіктіріп тапсырса, онда оған бірінші рет ескерту беріледі. Ал егер бір жылдың ішінде ол сол декларацияны тапсыруға қатысты сондай бұзушылықты қайталаса, онда 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл төлеуге мәжбүр болады. Ал егер тапсырған декларациясындағы ақпаратты көрсету барысында белгілі бір қателіктерге жол беріп немесе толық емес ақпарат көрсеткендігі мәлім болса, онда оған алғашқысында ескерту беріледі. Ал егер бір жылдың ішінде сол заң бұзушылықты, құқық бұзушылықты қайталаса, онда оған 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Айнұр ханым, қанша мемлекеттік қызметшіні қамту көзделген? Жалпы статистика бойынша айтатын болсақ. Жалпы статистикаға сүйенсек, былтырғы жылы 250 нысанда, яғни алғашқы декларацияны 497 мың мемлекеттік қызметкер, олардың зайыбы, жұбайы, сонымен қатар оларға теңестірілген азаматтар тапсырған болатын. Бірақ қазір мендегі қолдағы бар деректерге сәйкес, оның ішінде уақытылы декларацияны тапсырмаған азаматтар да бар екен. Яғни бұл жерде мемлекеттік кірістер органдары тиісті хабарламаны жіберген болатын бұл азаматтарға қатысты. 4414 азаматқа хабарлама жіберілді. Нәтижесінде бүгінгі таңда 3983 азамат осы хабарлама алғаннан кейін декларацияны тапсырып отыр. Сонымен қатар айта кету керек, бұл азаматтарға қатысты белгілі бір айыппұл сомасы да салынып өндірілген. Ол 568.815 теңге. Яғни қазір осы эфирді көріп отырған барша мемлекеттік қызметшілерге және оларға теңестірілген азаматтар мен олардың жұбайларына ескертетініміз, декларацияны уақытылы тапсырыңыздар. Бірақ әлі уақыт бар, енді 270-ші нысанда декларацияны тапсыруға 15-ші қыркүйекке дейін, және ұмытпай осыны уақытылы тапсыруға тырысыңыздар. Көрермендерімізге түсінікті болу үшін мемлекеттік қызметшілер дедік, және де олармен теңестірілгендер. Бұл қандай санаттағы адамдар? Енді мемлекеттік қызметшілер, ол кәдімгі мемлекеттік қызмет туралы заң бар, сонда белгіленген кімдер жататын мемлекеттік қызметшілерге және оларға теңестірілген азаматтарға. Мемлекеттік қызметшілер ол кәдімгі жаңағы конкурс арқылы мемлекеттік қызметке қабылданады ғой. Мысалы, министрліктер, мемлекеттік органдар,
Ал теңестірілгендерді мен соны сұрағам негізі. Иә, әскерилер, тағы сондай сияқты жаңағы өзінің жұбайлары. Ал теңестірілгендерге, мәселен, квазимемлекеттік сектор дейміз ғой, яғни ол мемлекеттің үлесі бар, мекемелері бар. Олардың жаңағы жетекшілік, жаңағы басшылық лауазымдағы азаматтары, сонымен қатар мемлекеттік сатып алу бойынша заңына сәйкес қол қою құқығы бар азаматтар, олар теңестірілгендерге жатады. Сонымен қатар бұл ретте депутаттар, мәслихат депутаттары, мәжіліс, сенат депутаттары, олар да осы санаттарға кіреді. Айнұр ханым, 270-ші формадағы жаңа декларацияны енгізудегі басты мақсат қандай? Енді бұл жалпыға бірдей декларациялаудың жалпы енгізілген мақсаты, бұл негізі Қазақстан даму үстінде. Бұрын бізде декларацияны тек мемлекеттік қызметшілер тапсырған болатын. Енді былтырдан бастап ол кезең-кезеңмен бүкіл Қазақстан азаматтарын қамту жоспарланып отыр. Яғни ол бірінші кезекте не себептен мемлекеттік қызметшілер? Себебі мемлекеттік қызметшілер осыған дейін де жыл сайын декларацияны тапсырып отырған. Яғни олар ол декларацияны тапсыруға оларға оңайырақ. Келесі кезеңдерде басқа да санаттағы азаматтарды тартамыз. Бұның ең басты мақсаты елімізде көлеңкелі экономиканы болдырмау, сыбайлас жемқорлықпен күресу. Сонымен қатар тек осындай жаңағы бақылау функцияларды жүзеге асыру ғана емес, сонымен қатар ел азаматтарының жалпы әлеуметтік жағдайын, табысын бағдарлап, соған тиісті талдау жұмыстарын жүргізу. Сонымен қатар осы арқылы мемлекет өзінің жаңағы әлеуметтік көмектерді бағыттау барысында әртүрлі жаңағы санаттағы азаматтар бар ғой, табыссыз отырған, соларға қалай бағыттау керек, соған байланысты тиісті есептер жүргізеді. Әлемде ең ілгері дамыған мемлекеттердің басым бөлігінде, барлығында десек те болады, осы жалпыға бірдей декларациялау бар. Ол жалпы бұл жаңағыдай елдегі экономикалық жағдайдың дамуына да біраз септігін тигізеді. Түсінікті. Айнұр ханым, декларация мәселесіне келетін болсақ, жалпы оны жаңа өзіңіз айтпақшы толтыру қалай жүзеге асырылатыны жайында тоқталдыңыз. Алайда шыны керек толтырған кезде енді адами фактор, оны қате толтырып қояды, болмаса жаңалады бір жерден. Бұл тұрғыда қате ақпараттар берген кезде жауапкершілік қандай болмақ? Әрине, қателік кез келген адамда болып жатады ғой, бірақ оны қате толтырып қойдым деп ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Кез келген азамат ол тапсырылған декларацияны жөндей алады. Яғни бұл бізде салық кодексінде ондай нормалар бар. Мысалы, қосымша салық декларациясын тапсыруға болады. Немесе басқа нысандағы декларацияны байқамай тапсырып қойып жатқан азаматтар да бар. Егер басқа нысандағы декларацияны тапсырып жатса, немесе мемлекеттік кірістер органының кодын дұрыс жазбай жатқан азаматтар болса, онда оны осы декларацияны кері шақыртып алып, тиісті ішіндегі жаңағы жолақтарды өзгерту енгізіп, оны қайта тапсырса болады. Немесе егер де тапсырып қойған декларацияда белгілі бір табыс түрін немесе бір мүлкін көрсетуді ұмытып кетсе, онда оған қосымша декларация тапсырып, осылай жөндеуге болады өзінің қателігін. Ал егер де ол өзінің қателігін жөндей алмай қалса, бұл ретте оған мемлекеттік орган тарапынан, мысалы мемлекеттік кірістер орган тарапынан хабарлама біз жіберсек, сіз осындай ақпаратты дұрыс көрсетпедіңіз деп, онда ол қосымша декларация тапсыра береді, бірақ бұл ретте оған әкімшілік құқық бұзушылық кодекс туралы соған байланысты жаңағы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мен бағана айттым, оны бірінші рет болса ескерту беріледі, ал егер бір жылдың ішінде екінші рет қайталанса, 3 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Былтырғы жылғы тапсырылған декларациялар нәтижесі қандай? Қорытынды бар ма? Негізі нәтижесі туралы әлі айту ертерек, себебі жалпы бұл декларациялау, қалай айтсам екен, жинақталып экономикалық эффект беретін процесс. Жалпы былтыр біз жариялап, осы қанша елде, шетелде жаңағы банктік шоттары бар, немесе мүлкі бар туралы ақпаратты жариялаған болатынбыз. Негізінен жаңағы бұл ретте жұрттың бәрі қателесіп, қате пікір айтып жатыр, мемлекеттік қызметшілер осының бәрі деп. Негізі жаңа өзіңіз сұрадыңыз ғой, теңестірілгендерге кімдер жатады деп. Бұл ретте квази мемлекеттік сектордың басшылары да бар оның ішінде, және сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің зайыбы, жұбайы бар ғой. Ал оларға мысалы кәсіпкерлік қызметпен айналысуға ешқандай шектеу жоқ. Олар мүмкін кәсіпкер шығар, олардың табысы жоғары шығар. Бұл ретте олардың мүмкін шетелде шоттары бар шығар, соған байланысты. Бұл ретте енді бұл жыл сайын осындай декларация тапсырған кезде, енді биылғы жылы тапсырылған декларациядан тағы да бір қосымша осындай эффекттер болады деп ойлаймыз.
Соңғы жылдары бұл тенденция жаңа шетелде шот ашу бойынша жалпы көбейіп жатыр ма? Енді ол туралы қазір менде нақты ақпарат жоқ қолымда, бірақ енді өзіңіз білесіз ғой, қазіргі кезде шетелге қолма-қол ақша алып кетуге шектеу қойылып жатыр. Бірақ дегенмен жаңағы шот ашу, қолма-қолсыз ақшаны жаңағы алып кету деген сияқты ондай аударымдар жасауға байланысты шектеу жоқ. Ол жерде тиісті мемлекеттік орган бар, қаржылық реттеу агенттігі. Олар жаңағыдай, егер де белгілі бір шектен асып кеткен жағдайда шетелге кететін ақшаның, олар соған бақылау жасап отырады, қандай мақсатқа аударылған деген сияқты. Басқа жаңағы мүмкін ол көлеңкелі ақша шығар, басқа адал емес ақша шығар, оның барлығын сол кезде қарайды. Түсінікті. Айнұр ханым, рахмет өзіңізге осылай уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге. Менің ойымша біздің бүгінгі бағдарламадағы басты миссиямыз бұл көрермендерімізді, соның ішінде мемлекеттік қызметшілерді құлағдар ету. Тағы да еске салайық, 2022 жылдан бастап 270 жыл формадағы жаңа декларация іске қосылды. Оның жаңағы тапсыру уақыты сіздің айтуыңыз бойынша 18 шілде дедіңіз, Жоқ, тапсыру уақыты 15 қыркүйекке дейін. Егер электронды түрде тапсырса. Электронды түрде тапсырса 15 қыркүйекке дейін уақыттарыңыз бар, сондықтан да қапы қалмайық. Ісіңізге береке тілейміз. Естеріңізге салаймыз, бүгін бізбен бірге байланыста болған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің басқарма басшысының орынбасары Айнұр Сартаева ханым болатын. Ал біз сіздермен әзірге келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта, жүздескенше.